Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Кенжебаева Ботагөз Есенғалиевна. Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Осы уақытқа дейін оқулық авторы болмасам да, көптеген жеке авторлық бағдарламалардың, курстардың авторы болдым. Мысалы, өзім белгілі бір сайтта тұтас тілдік талдау деген курсты жүргіземін. Ол менің авторлық курсым. Ал енді авторлық бағдарламаға келетін болсақ, бірнеше авторлық бағдарламалар жаздым. Оқулық жазбасам да, оқу құралын жазбасам да, авторлық бағдарламалар жаздым. Тәжірибем бар. Сондықтан бүгін сіздерге авторлық өнім түрлерін айтқым келіп отыр. Авторлық өнімге нелер жатады? Авторлық өнімге оқу құралдары жатады. Мысалы, оқу құралы дегеніміз не? Оқу құралы дегеніміз белгілі бір оқу пәні бойынша ғылыми білім беретін, сол ғылымның негізін баяндайтын құрал. Мысалы, қазақ тілі оқулығы, әдебиет оқулығы, жаратылыстану оқулығы деген сияқты оқу құралдарына жатады, білесіздер. Ал енді авторлық бағдарлама дегеніміз не? Авторлық бағдарлама да авторлық өнімнің бір түрі. Авторлық бағдарлама белгілі бір таңдау курсының, элективті курстың, немесе үйірмелердің мазмұнын ашатын жоспар. Міне көп жағдайда біз осы авторлық бағдарлама жазып жатамыз. Себебі аттестацияда бізден зерттеушіден, немесе шеберге үміткерлерден авторлық өнімді талап етеді. Сондықтан біз көп жағдайда авторлық бағдарлама жазуға тырысамыз. Сонымен бірге авторлық өнімнің бір түрі ол әдістемелік құрал. Әдістемелік құрал дегеніміз белгілі бір оқу пәнін, немесе үйірмені, немесе элективті курстарды оқытуға әдістемелік жағынан көмек беретін көмекші құрал. Тағы бір авторлық өнімнің түрі ол оқушының дәптері, мұғалімнің жұмыс дәптері. Бүгінгі күнге дейін, былтырғы жылдарға дейін оқушы дәптері, мұғалімнің жұмыс дәптері бөлек авторлық өнім ретінде бағаланып келсе, қазіргі уақытта авторлық бағдарламаға кіріктіріліп отыр. Мысалы, авторлық бағдарламаға сіз белгілі бір элективті курсты, немесе таңдау курсты, немесе үйірмені оқытудың жоспарын ұсынатын болсаңыз, оған қоса оқушының жұмыс дәптерін, сабақ жоспарын қоса ұсынатын болып жүрміз соңғы кездері. Міне, құрметті тыңдаушылар, авторлық өнімнің түрлері көп екен. Соның ішінде атап айтатын болсақ, оқу құралы, авторлық бағдарлама, әдістемелік құрал, оқушы дәптері, мұғалімнің жұмыс дәптері авторлық өнімге жатады. Ал енді аттестацияда көп жағдайда ең жоғары ұпай алатын ол оқу құралы немесе авторлық бағдарлама. Біз аттестацияға бола авторлық өнім жазатынымыз белгілі. Мұғалімдер дәл қазіргі уақытта автор, кітап авторы, бағдарлама авторы, тіпті зерттеуші болып кетті. Сіздерге сәттілік тілеймін. Авторлық өнім жазуда өзімнің білгенімді ортаға салып отыруға тырысамын. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Ботагөз Есенғали.